Ол үйінде де болмай шықты. Басқа дәрігерлерден Әлия қашан келеді деп қайта-қайта сұрап мазаларын алдым. Әлия Серік қызының кезегі ертең деп келте жауап береді. Келіншек шыдамай қайта дәрігер шақырды. Дәрігерлер қарап, әлі қайда, таң ата босанасың деп кетіп қалды. Мен келіншектің белін сипалап, сіңілім, сен де шыда. Саған Әлия Серік қызы не айтты, есіңде ме? Төзімді бол. Төсегіңе жата ғой, жүре берме, құлап қаласың деп төсекке жатқыздым. Менде уайым басталып, оны да аяп, есім шығып тұрып, өз ішім ауыра бастағанын сездім. Ол кезде сыйынуды да білмейміз ғой, Құдай жоқ деген тәрбие алғанбыз. Анашым деп айтатынбыз. Сол сөзді қайта-қайта іштей айтып, келіншекке қарап төсегіме жатпай тұрмын. Келіншек болса қара терге түсіп, жаны қиналып, айқайлауға шамасы да жоқ төсегінде жатыр. Мен дәліздегі қалалық телефонмен Әлияға қайта қоңырау шалдым. Ол көтерді. Сіз қайдасыз? Келіншек босанатын болды дедім даусынан танып. Мен барамын, даусын шығартпа. Дәрігерлерді шақырма, бөлмеңнен шықпа, оны да шығарма деді зілді дауыспен. Сағат түнгі 12 болатын. Ары-бері жүрген адам азайып, бәрі жатуға ыңғайланған. Таң қалғаным кезекті акушер босанар келіншекке қалайсың деп келмеді. Толғақ басталғанын білсе де медбикелер де хал білмеді. Дәлізде кезекші медбике отыр, қағаз шимайлаумен бас көтермейді. Мен қасынан өтіп бөлмеме келдім. Келіншек төсекте шалқасынан жатыр. Аздап ыңырсып қояды. Уақыт өткен сайын толғағы жиілеп барады. Сәлден соң суы кетті. Сәл басылғандай болып келіншек тынышталып қалды. Апай, мен сүйіп қойдым ба? Астым су дейді әлсіз дауыспен. Мен қарасам суы кетіпті. Сен уайымдама. Ол суы ғой кеткен. Енді аш шыдасаң, босанасың деп аузына жылы су бердім. Келіншек маған үмітпен қарап судан асыға ішті. Сен демал. Сәлден соң толғақ қайта басталғанда босанасың. Қазір күш жина. Демал деп шашынан сипап жанына бардым. Келіншек басын изеп кең тыныс алып жатыр. Сәлден соң толғақ қайта басталды. Арасы 10 минут. Содан кейін 5 минут болып жиіледі. Толғағы қатты болып жаны қиналып ақ жатыр. Әлия әлі жоқ. Есім шықты. Есікке барам, қайтып келем, бойымды қорқынышта билеп кетті. Сағат түнгі 3. Мен келіншекке жақындап. Айналайын, сен шыда. Аз қалды, шыда. Мен дәрігер шақырып келем. Мына шүберекті тісте, күшіңді айқайлап кетірме деп келіншектің аузына қалың орамалды бұрап тістеттім де өз толғағыма әрең шыдап дәлізге шықсам, бәрі тып-тыныш ұйықтап жатыр. Жылдам басып босанар бөлмеге кірдім. Ешкім жоқ. Енді бұрылып шыға берсем, Әлия Серік қызы жылдам басып келе жатыр. Ол саусағын мұрнына апарып, тыныш деген белгі берді де, босанар бөлмеге кіріп, қолын жуып, халатын киіп, құрал саймандарды алды. Мені жетектеп, өз бөлмеме ертіп келе жатып, басталды ма деді. Иә, келіншек қатты қиналып жатыр деп артыма қарап едім. Тыныш, бас аяғыңды, дыбысыңды шығарма деді тістене. Міне, бала шыққалы толқыныспен келе жатыр. Менде де басталды. Бала шыққалы келе жатыр деп сыбырлап, 3-ші бала болған соң анық біліп. Охо, ол жақсы, өте жақсы, жылдам бас аяғыңды деп сүйрелей жүргізді. Бөлмеме әрең жетсем, келіншекте жанталасып, күшеніп жатыр екен. Дәл сол уақытта менде күш қайдан пайда болды білмеймін. Әлия келіншектің аяқ жағына отырып, аяқтарын жинатқызып, тізесін қолымен тартқызып, күшен, бары күшіңді жинап күшен деп ішін сипалай баланың шығуын күтті. Маған келіншектің аузына шүберекті тістет деген көрсетті. Мынаны қатты тістеп күшен жарай ма? Аз шыда, қазір бала шығады деп келіншек аузына шүберекті итеремін. Бейшара әйел шүберекті құжырлана, тамырлары дүрдиіп тістеп, деп бар күшін салып күшенуде. Өзім қара терге түстім. Баланың басы көрінді. Күшен деді Әлия ыңғайланып отырып.
Келіншек жан таласа көздері алайып соңғы рет қара терге түсіп күшенді. Бала тез шықты. Ол екен. Келіншек талып кетті. Менің де нәрестем шығуға ыңғайланды. Мен есеңгіреп еденге қисайып тұруға шамам келмей жаттым. Әлия тез қозғалып, еденге көрпемді түсіріп, мені соған ыңғайлап жатқызды. Мен де тістене дымымды шығармай үшінші қызымды босандым. Басым айналып, дәрменім құрып бара жатты. Әлия алдымен менің қызымның кіндігін кесті. Содан кейін ұлдың кіндігін кесіп, ұлды менің бұтымның ортасына салды. Қызымды алып келіншектің қасына апарды. Сосын тез қозғалып, келіншектің білегіне екпе салды. Мұрнына мүсәтір иіскетіп, есін жиғызды. Келіншек есін жиғанмен ештеңе түсіне алмай жатыр. Маған қарап қояды. Екі нәресте де қатты шырылдап жылады. Келіншек менің аяқ жағымда жатқан ұлынан көзін алмай жатыр. Мен сол көзқарастан қатты қорқып кеттім. Бойымды қорқыныш билеп, қалшылдап кеттім. Әлия келіншектің белін көтеріп, қалың бір затты қойды да мені шапалақпен бірнеше рет ұрып, тез орнынан тұрып, есікті айқара ашып. Тірі біреу бар ма? Қайдасыңдар, деді қатты дауыстап. Әлия тәлтіректеп есікке сүйкенді. Ол да қара терге түсіп кетіпті. Шырылдаған екі нәресте даусы жаңғырып естіліп жатты. Балалар ауысып, аналарынан айырылғанын сезгендей тоқтамайды. Жүгіріп келген дәрігерді көріп, мен де есімнен танып кеттім. Есімді жисам, дәрігерлер қаптап жүр. Мені төсекке жатқызып, басқа бөлмеде жатыр екенмін. Медбике жақында бүңіле қарады. Келіншек аман ба, дедім қасыма келген медбикеден. Ойбай, сіздер не бүлдіргенсіздер, деді көз бақырайып. Келіншек аман ба, дедім зілдене. Аман, аман. Ана әйел не айқайлауды білмей ме? Сіз еденде босанып есті шығардыңыз. Ойбай-ау, жандарың көздеріңе көрінсе де дыбыс шығармағандарың не, деп медбике басын шайқады. Ұлым қайда, дедім жан-жағыма қарап. Ұлыңыз нәрестелер бөлмесінде, балалар дәрігері қарап жатыр, деді медбике бетіме қарап. Келіншектің баласы ше, дедім қызы деп айтуға аузым бармай. Келіншек қыз босанды, ол жарады. Бірінші рет босанса да мықты шықты. Іші кішкентай болып еді, қызы 4 келі, бойы 54 сантиметр. Қай жеріне тыққан, деп күлді. Ұлым қанша келі, дедім ұялсам да. Ой, сіздің ұлыңыз 1 келі 900 грамм, деп қарқылдап күлді де. Бойшаң болатын көрінеді, есесіне бойы 52 сантиметр. Салмағы көп болса еденде босана алмас едіңіз, деді де ары кетті. 2 сағаттан соң бөлмемізді тазалап бізді келді. Келіншек өте бақытты, мәз болып маған қарайды. Мені төсегіме жатқызып қыздар шығып кетті. Ал енді келіншекке қарай алмаймын. Теріс қарап алып жылаймын, орнымнан тұрғым да келмейді. Апай, сізге көп рахмет. Сіз маған көмектесем деп жүріп, өзіңіз де менімен қатар босандыңыз. Сіз мықты екенсіз, деп келіншек алғыс айтуда. Мен жауап қатпай теріс қарап жылап жатырмын. Апай, ыстық шай ішесіз бе, дейді. Мен қолымнан жоқ деп белгі бердім. Апай, сіздің көмегіңіздің арқасында мен еш жеріме зиян тигізбей қызымды босандым, деп күліп шай ішіп отырғанын естідім. Әлияға басқа бөлмеге жатқыз деп айтпағаным-ай, деп те ойлап қоямын. Нәрестелерді әкелгенде амал жоқ, басымды көтердім. Ұлымды ұстап отырып көз жасымды тоқтата алмадым. Апай, неге жылайсыз, деп келіншек қызына мейірлене қарап емізе бастады. Баланы әкелген медбике, апай, ұл туғанына жылап отыр да, 3 қыздан соң көрген ұлы ғой, деп мен үшін жауап берді. Мен басымды изеп, қолдағаныммен жылағанымды тоқтата алмадым. Сүтім де жоқ болып, ұлымды емізе алмадым. Келіншек аз қиналып, сосын үйреніп алды да қызды тойғызып емізіп берді. Алдыңғы қыздарында сүттен кенде болмап еді. Мен қатты састым. Шай қойып сүтпен шай іштім. Хал сұрап келгендер әкелген сорпаны да іштім. Сүт жоқ. Келесі 2 сағаттан соң нәрестелерді әкелгенде тағы да сүт шықпады. Қасымдағы келіншектің керісінше сүті көбейіп, қызы тауыса алмай, кеудесі ауырды. Акушер Әлия Серік қызы құттықтап кіріп,
Талжан Қуанышқызы, балаңызды мына келіншекке емізуге берсеңізші, қарасаңызшы, келіншек қиналып жатыр ғой деді. Қалқам, Талжан апайыңның ұлын емізіп берші, өзіңе де жақсы болады, балада уыз емсін деп өтінді. Келіншек таңырқай қарап басын изеді. Нәрестелерді әкелгенде ұлым шырылдап, сүті жоқ емшекті ары сорды, бері сорды. Жылап есімді шығарады. Келіншек қызын тойғызып емізіп болды да ұлымды қолына алды. Менің жаным шығып кетердей болып әрең бердім. Қорқыныш пен қызғаныш қатар келді. Келіншек баланың бетіне қарағанда зәрем ұшты. Танып қоям екен деп қалшылдап кеттім. Мейірлене қарап, күлімдеп отырып емізуде. Нәрестелерге арналған шағын бесік тәрізді төсекте пысылдап ұйықтап жатқан қызыма көз қиығыммен жасқана қарадым. Тәп-тәтті, сондай сүйкімді періште жатыр. Өзі әппақ, жаңа туылған бала көкшілдеу, бір түрлі мұжық-мұжық болушы еді. Мына қыз балпанақтай топ-томпақ, ішімнен толқып өксік теуіп шығып, бақырып, жылап жібере жаздап, бөлмеден ытқып дәлізге шықтым. Дірілдеп жанымды қоярға жер таппай, кеудемді тырналап, қайда барарымды білмей ары-бері жүрдім. Мені алыстан бақылап қарап тұрған Әлия Серікқызы тез қасыма келіп, білегімнен қатты қыса ұстап, өз бөлмесіне жетектеп апарды. Мен сол жерде өкіріп жыладым. Әлия аямай бетімен салып кеп қалды. Мен жалп етіп диванға құлай отырып едім. Екінші мәрте қол сыртымен салып жіберді де: "Сен не, есің ауысқаннан саумысың? Сен бәрін бүлдіріп алып, енді райыңнан қайтпақсың ба?" деді екі иығымнан сілкілеп. Мен ықылық атып сөз таппай бақырайып шошып қарап отырмын. Мен сенің арманыңды орындаймын деп өз басымды қатерге тігіп, анандай жолға бардым ғой деді сыбырлай күшене. "Ей, сен ғой ұл туып бер деген" деді қайта жұлқылап. Мен басымды изедім. Әлия тістеніп, көздері қорқынышты болып: "Ұлыңа риза бол да, бар. Мейірімің мен махаббатыңды соған бөл де өмір сүр. Ана келіншекте, оның күйеуі де қыз балаға мәз, олар бақытты. Сосын ол келіншек әлі жас. Ол әлі ұлды да, қызды да болады. Ал сенің тағы бала табуға шабаң бар ма? Ей, жасың нешеде? Күйеуің шал болды ғой", деді тістене. Мен тағы басымды изедім. "Талжан, сен жасаған жақсылықты ұқ. Құдайым өз саған жәрдем болды. Қайта екеуің де, екі бала қайда аман саусыңдар. Егерде біреуіңе бірдеңе болғанда мен не болар едім? Нәресте не болар еді? Ойлаудың өзі қорқынышты", деді иығымды жіберіп. Маңдайын қатты уқалап, түрі қатқылданып: "Сенің ойыңша, мен осы жерде осындай тірлік жасап жүрген жан шығармын? Жоқ. Бірақ, жоқ, Талжан, жоқ. Мына жасағаным алғашқы және соңғы әрекетім. Ендігәрі бұлай бала ауыстырмаймын. Мен қатты өкініп жүрмін. Маған оңай деп пе едің? Мен де белшеден күнәға баттым ғой", деп креслосына отыра кетті. Мен тез тұрып қасына бардым да: "Әлия Серікқызы, сізге алғысым шексіз. Мен аузымды ашпаймын, есімді жиям, болды", дедім. Әлия шық дегендей өзімен есікті көрсетті. Бөлмеме келсем, ұлым тойып алып, томпиып ұйықтап жатыр екен. Келіншек те ауырғаны басылып, терең ұйқыға кетіпті. Екі нәрестеге кезек-кезек қарап, іштей кешірім сұрап, мен де қисайдым. Ол кезде ауруханада бір апта ұстап, баланың кіндігі түскен соң шығаратым. Осы бір аптада ұлымды өз анасы емізді. Соңғы күні сүтім келіп өзім еміздім. Ұлым алмай біраз қинады. Келіншек менен бұрын шығып кетті. Дәл қоштасып кетіп бара жатқанында ұлымның шыңғырып жылағанын есту мүмкін емес еді. "Балақай, мені қимайтындай жылағанын қара. Жалғас, сен жылама. Өз анаңда да сүт келді. Сен аш қалмайсың", деп келіншек күліп, ұлының бетінен аз сипалап иіскеді де: "Жылама, қоя ғой. Сен үлкен, мықты, керемет азамат болып өс, жарай ма?" деді. Қарап тұрып өз көзіме сенбедім. Ұлым көзін алмай, жылағанын тоқтатып тыңдаған тәрізді. Келіншектің бетінен сүйіп, қызды иіскемедім, тек сыртынан сипалап: "Аман болыңдар. Рахмет саған, бақытты бол", дедім. "Сізге де рахмет. Қыздың есімін кім деп қойдыңдар?" дедім. "Екі есім таңдап отырмын. Бірі Әсем, екіншісі Айна. Апамыз бар, сол кісі өзі қояр", деді күліп. Қызымның есімін де білмей мен қалдым. Келіншек кеткен соң баланың салмағы аз болып біз перзентханада
Тағы да 10 күн жаттық.